Сәлем достар, бүгін сіздермен 4B файлын өтеміз. 4B файлында енді сіздер байқасаңыздар, ақырындап ағылшын тілінде грамматика әр файлда уже түрлене түседі екен. Бүгінгі сабақта уақыт пен жерге, яғни тұрғылықты жерге байланысты предлогтар дейміз. Предлогтар дегеніміз біздің қазақша дың, тың, ның деген жұрнақтар. Осылардың ағылшын тілінде қалай қолдану керектігін өтеміз. Уақытқа байланысты time деп тұр. Place and movement дейді. Қозғалыспен баратын жерге байланысты. Place ол жер, movement қозғалыс. Қолданатын предлогтар. Уақытқа байланысты предлог in, on, at деп тұр. Таблицада көрінгендей. In деп, тек қана in деп айтады екенбіз. In the morning, таңертең. In the afternoon, түстен кейін. In the evening, кешке. The summer, жаз күндері. December, или жазда. December, in December, декабрьде, желтоқсанда. In 2018, 2018-де. Яғни да, де, та, те деген жинақтарды естіп тұрсыздар. Бұның барлығын in деген предлог береді екен. On Monday, дүйсенбі күні. On the 1st January, бірінші қаңтарда. Да, де, та, те жинақтарын естіп тұрсыз. Бұл on предлог екен. At 3 o'clock, at the midday, at midnight, at lunchtime, at night, at the weekend, at Christmas. Сағат 3-те, at midnight, түнде, күндіз, түстен кейін, lunchtime, яғни түскі уақытта, night, at night, түнде, at the weekend, демалыста, at Christmas, фестивальдің аты, үлкен мерекенің аты, Рождество дейді орыстардың. Біз сонымен in деген предлогты күнге, сезон, жыл мезгілдері, айларда, немесе жылдардың ішін айтқан кезде in деген предлогты қолданамыз. On деген предлогты қолданамыз аптаның күндері мен даталарға дейді. At дегенді қолданамыз егер бір күннің бөлік уақыттарын айтсақ. Таңертең, түстен кейін, кешке, демалыста, фестивальдарда деп айтсақ дейді. Келесі, place and movement, қозғалыспен жеріне байланысты. Ол астын жұмыста, тамағын жұмыста жеді. He has lunch at work, яғни түскі асын жұмыста жейді. He works in the office, ол офисте жұмыс істейді. He goes to work at 8 o'clock. Ол сағат 8-де жұмысқа барады. Сонымен біз at және in деген предлогты орынға да пайдаланамыз дейді. Яғни atты айтамыз. Үйде, at home, at work, жұмыста, at school, мектепте, at university, университетте. Ал inді басқа жерлерге айтамыз. Яғни ол бір зданияның іші болса, in a flat, квартираның ішінде, in an office, офистің ішінде, in a room, бөлменің ішінде деп, ішіндегі екенін білдіреді. Сосын in мен atты тағы да қоғамдық орындарда қолдана аламыз. Some public places дейді. In a restaurant, at the restaurant деп айтуға. At the cinema, киноның ішінде. Кинода, in the cinema, киноның ішінде деген кезде. Бірге екеуінде пайдаланамыз дейді. On Saturdays, he usually has lunch in или at the restaurant деп айтуға болады дейді. Жексенбі күндері ол әдетте обедін ресторанда түстенеді. We use to for movement direction. To деген предлогты бағыт білдіру үшін қолданады екенбіз. She goes to the gym. Ол спортзалға кетті. Ке жинақтары. We don't use before home дейді. Үйге бар деген кезде, үйге дегенде ге, бар деген кезде to дегенді қоймаймыз дейді. Go home деп қана айтамыз дейді. Міне, бұл біздің грамматикамыз екен. Енді практикада бұл қалай қолданылған? Соған барайық.
Міне біздің төртінші би файлымыз қарасақ. Тағы да аудированияларды өздеріңіз телеграм каналынан тыңдаңыздар. Аудирование құлаққа үйрету арқылы тілді үйренуге. Не дейді? Міне қараңыздар. Енді қарасаңыздар, мына жерде үлкен бір текст берілді. Вокругта около дейді, яғни осы текстің негізінде бүкіл сөздерді жаттайды екенбіз контекстке байланысты. Мына төртінші 10 деген жаттығуға назар аударсақ, мына жерде сөйлемдер қарамен жирный шрифтпен жазылған, және get up дегеннен кейін бүйтіп сызықша тұр, бір-бірін байланыстыратын. Бұл деген сөз сіз ағылшын тілінде айтқан кезде біз жылдам сөйлейміз ғой, сол кезде слитно шығады дейді. Яғни сізде сөйтіп өзіңізді практиковать етіп көріңіз. Яғни what дегенде what деген бір сөз болып жалғасып кетсін дейді. Сонда сізде носитель языка сияқты жақсы сөйлеп оқитын боласыз дейді. Мама дейді busy lives. Біздше busy деген сөз занятой, яғни бос емес өмір дейді. Яғни қайнаған өмір деп аударамыз, контентіне байланысты. Қайнаған өмір. Marjan Jahan girl, originally from Iran, is one of the only women professors of cardiac surgery in Europe. Marjan Jahangir, Jahangir дейміз, негізінен Ираннан болады екен. Әйел Европадағы жүрекке жасайтын операциялардың жалғыз әйел хирургы, профессор хирургы. She does more than 300 operations in a year дейді. Бір жылдың ішінде 300-ден артық операция жасайды екен. She lives in London with her husband and their 17-year-old son Darius. Лондонда тұрады жолдасымен, және 17 жасар ұлдары бар, Darius деген. Енді can you describe your daily routine? Күнделікті өміріңді суреттей аласың ба деп сұрақ қояды. I get up between 6 and 6:30 a.m. I get to work at 7 and my meetings usually start at 7:30. Мен таңертең сағат 6 мен 6:30 арасында оянамын таңертең. Жұмысқа сағат 7-де барамын. Жиналыстарым сағат 7:30-да басталады дейді. After that I don't have a break. Сосын менде жиналыстан кейін менде үзіліс болмайды. I have lunch at my desk. Отырған үстелімде тамақтанамын дейді, отырған жұмыс үстелімде. I often do 2 operations a day and I also have lectures and more meetings. Күніне 2 операция жасаймын және сабақ беремін дейді. Және көптеген жиналыстарым болады дейді. At home I have dinner with my son. Үйде ұлыммен бірге кешкі асты ішемін. Between 9:30 and 11:30. Кешкі 9:30-нан 11:30-ға дейін кешкі асты ішеді екен. I do research and watch the news on TV. Ол уақыт арасында тамақ ішіп болғаннан кейін зерттеу жұмыстарын жасайды өзінің, жаңағы немесе телевизорден жаңалықтар тыңдаймын дейді. 1 or 2 nights a week I'm on call. 2 немесе аптасына 1 немесе 2 түн мен вызовта боламын дейді. Яғни түнгі дежурствода деген сөз. So I probably need to do operations during the night. Яғни мен түн ішінде, түн ортасында операция жасаймын деген сөз дейді. I often do work at weekends too. Демалыс күндерде жұмыс істеймін. But that's okay. Бірақ мен үшін ол нормально. I think I have a fantastic life because I love my work. Менше менің өмірім өте ғажайып, мен өйткені жұмысымды жақсы көремін. How do you balance work with your family life? Сен өзіңнің өміріңді семьялық өмірмен қалай балансируешь, яғни қалай сәйкестендіресің дейді. I spend a lot of time with my son. Баламмен уақытты көп өткіземін. I want him to learn about hard work and the good values and I want to be an example for him. Мен оның жалпы жақсы оқығандығын, көп оқығандығын және қатты жұмыс жасағандығын, жақсы құндылықтарды білгендігін білсін деп өзімді оған мысал қылып, үлгі қыламын дейді.
My husband is away a lot, but we speak on the phone every day. Жолдасы жаңағы алыста жұмыс жасайды екен, үнемі сыртта жұмыс жасайды дейді. Үйде көп болмайды, бірақ күнделікті телефонмен сөйлесіп тұрамыз. I think one reason why I am successful in my professional life is because he isn't at home all the time. Менің ойымша, менің жұмыста кәсіби сәтті болуымның бір себебі жолдасымның үйде көп болмауы дейді. Үйде үнемі болмауы дейді. Үнемі all the time. What do you do to relax? Демалу үшін не істейсің? I play the piano for an hour every day, late at night. Мен түн болғанда кештеу пианино ойнаймын дейді, бір сағаттай. Күнделікті кешке. I think it helps me with my operations. It's technical in the same way. Менің ойымша ол маған операция жасауға көмектеседі, өйткені бұл ол да техникалық жол ғой дейді. Яғни дамытудың бір жолын айтып тұр. Өзін-өзі дамытудың бір жолы. Бір жағынан жаңағы демалады, бір жағынан қимылдайды ғой. Пианино ойнаған кезде техникалық деп тұрғаны. Қолдары ноталарды басқан кезде қимылдайды, соны айтып тұр. I also go to the hairdresser twice a week. Аптасына 2 рет шаштаразға барам дейді. I do a lot of my research there. Сол жерде мен көп зерттеу жүргіземін дейді. They turn the music off me and I use the time to read all my academic papers. Олар музыканы өшіріп қояды, мен сол уақытты пайдаланып өзімнің ғылыми журналдарымды оқып аламын дейді. Яғни глоссарий деп сөздік жаңа сөздерді, сөздіктер глоссарий деп айтамыз. Осыны глоссарий береді бізге. Cardiac surgery деген жүрекке операция жасайтын хирург. Lecturer деген университеттің мұғалімі. Be on call деген вызовқа шығу, яғни кез келген уақытта жұмыс істей алу. Do research, зерттеу жасаймын дейді. Осы текстке байланысты қалған сұрақтарын қояды. Нешеде тұрады, қайда барады, не істейді, қалай, қашан тамақ ішеді, 9-дан 5-ке жұмыс істей ма, қандай семьясы бар ма, көп баласы бар ма, қалай демалады, жұмысын жақсы көре ма деп. Осы текстің негізінде қалған бүкіл жаттығуларды жасайды екенбіз. Текстті түсінгеннен кейін бұл жаттығуларды жасау бізге оңайға түседі. Енді ары қарасақ, келесі бір момент, мынауын бәрін толтырасыздар. He gets up, he breakfast, he goes to school by tube дейді. Мынау онына байланысты берілген ақпараттар. Бұны тыңдап аласыздар, содан кейін толтырасыздар. Оңай болады. Ары қарай speaking and writing дейді. Яғни сөйлеу мен жазу дейді. What time does she get up деп өзіміз сөйлемді құрғымыз керек екен. What does she have for breakfast in the morning? How does she go to work or school дегенде, или how does he или she? What time do you или does she start work or school деп. Яғни сұрақтарды қойып шығамыз. Бұл сұрақтар туралы алдында өтіп кеттік қой біз. Соны нетеміз. Или өзімізге you деп қойсақ та болады. Өзіміз what time do you get up деп мысалы. What do you have for breakfast? What time do you start your work? How do you feel at the end of the day? In what time do you go to bed? мысалы. When do you do English homework? мысалы. Осылай сұрақтарды қойып шығамыз. Енді ары қарасақ, онына байланысты мына жерде глоссарий берілген. Бұл глоссарийде tube деген бұл метро, choir деген хор, кәдімгі percussion деген музыкалық инструмент, A-levels деп тұрған Англияда тапсыратын емтихандар екен, мектепті бітірген кезде, соңғы біздегі мемлекеттік емтихандар сияқты A-levels деп аталады екен.
Міне осы барлық 4 биде берілген материалдар. Жазуға write about your favorite day of the week дейді. Өзіңнің аптадағы жақсы көретін күнің туралы бір күнді суреттеп шықшы дейді. Таңертең тұрамын, жаңағы университетке барамын, или мектепке барамын. Одан кейін не істейсің? Одан кейін сабақты қай уақытта оқисың? Достарыңмен қай уақытта кездесесің? Жаңағы үйге көмектесесің ба басқадай? Бұның бәрін өзің жасап көрші дейді. Я берілген тапсырма осы екен.